Хей, сәлем көрмен, сіздер бірге мен Аросанхан, менің видеома қош келдіңдер. Осы макияж арқылы мен бағасы қолжетімді, сапалы және әдемі және ең бастысы зауыштар келіп саған ұрыспайтын макияж түрімен бөлісетін боламын. Менің адамда бірінші рет болса міндетті түрде менің адамға тіркеліп кет, лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпа. Менен одан да бөлек видеоларды күтсең, вечерний макияж немесе басқа да макияж түрлерін күтсең, міндетті түрде тоже пікірге жазып кет, осында макияж түсіріңізші деп мен міндетті түрде түсіремін. Біздің макияжымыздың 70% жуық күшті шығуына біздің теріміздің дайындығы әсер етеді. Яғни макияжымыз күшті шықсын десек, алдымен терімізді макияжға дайындап алуымыз керекпіз. Алдымен бетімізді жуып аламыз. Мысалға мен қолданатын осындай Round Lab бағасы қолжетімді және менің сезімтал теріме оң әсерін көрсетіп жатыр. Жалпы кеңес етемін. Все, енді бетіміз тап-таза, енді бізге крем керек. Крем бізде как база ретінде қолданылады, соның үстінен уже макияж жағамыз, сондықтан кремнің маңыздылығы өте зор. Мен тоже Round Lab'тың кремін кеңес етер едім, бірақ қазір мен Next Beauty дегенді қолданып жүрмін, тоже жақсы, сондықтан бағасы жағынан тоже өте қолжетімді. Макияж жасауды енді үйреніп жүрген қыздардың көп қателігі ол мойындары жайлы кетеді, сондықтан макияжды бетімізге де сосын сәл мойнымызға да жағамыз, сондықтан кремді да мойнымызға жағуды ұмытпаймыз. Тек қана бет терісін ғана емес, сондықтан еріннің терісін де ылғалдандыру керек, сондықтан жай ғана гигиеничка қолданамыз. Егер де сенің да қасың мен сияқты терілмеген болса, онда мен саған мынандай нәрсені кеңес етер едім. Бұл бізде триммер деп аталады. Осы арқылы беттегі сен қаламайтын шаштарды тез алуға болады. Мына жердегі тоже. Келесі тап ол әрине тон. Қазіргі таңда бізде кушондар өте танымал. Осындай кушон кеңес етер едім. Бұның бағасы өте қолжетімді. Каспидан алған едім және сапасы да жақсы. Бірақ мен мектепке кушонды кеңес етпес едім. Себебі мектепте біз шаршаймыз, терлейміз, барлық макияж ағып кетеді. Және оның үстінен қайтадан осы кушонды қолдансақ, ол не гигиенично, яғни безеулі шықпастайды. Сондықтан кеңес етерім, ол жай ғана қазір BB креммен қолданамыз. Одан кейін мектеп барысында, уже мектепте пудрамен үстінен обновлять етек болады, бірақ кушонмен қайта тиісуді кеңес етпеймін. Себебі ішіндегі жағатын спонжығы таза теріге жағылсын, одан кейін уже тиіспейді. Сондықтан бүгін мен кушон емес, мен бүгін BB крем қолданамын. Себебі өзім да мектеп кезінде BB креммен қолданып жүрдім. Тональный кремді күнде жаға берсеңдер, порыларын забиться етіп, новыйдан безеулі шықпастайды. Ол жасөспірім терісіне өте теріс әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан BB кремнен бастаған жөн. Менің қолымда ең бағасы қолжетімді және өзім қолданған BB крем ол Evolution. Не себепті бұны кеңес етер едім? Себебі бағасы өте қолжетімді және біз мектепке күнде боянамыз. Бізге макияж шақ келмейді, тез бітіп қалады. Сондықтан бағасы қолжетімді макияждан бастаған жөн. Ал осы BB крем жақсы, маған ұнады. Спонжығымызды міндетті түрде бетіміз сияқты әр макияждың алдында жуып тазалаймыз. Және ол сәл ылғалды болу керек. Сулы болса ештеңе етпейді. Керісінше қазір өте жақсы эффектін береді. Мойнымызды да ұмытпаймыз. Растушевканы бьюти блендермен кәдімгідей ұзақ жасаймыз. Себебі үйдегі освещение және мектептегі освещение екі түрлі болуы мүмкін. Сондықтан біздің тонымыз, BB креміміз дұрыс растушевка істелінбеген болып шығады. Сондықтан мұқият қараңдар. Прям мына жерлеріңді, тоже шекараларды да бәрін жақсылап өтіңдер. Консилер ретінде Maybelline осы консилерін кеңес етер едім, бірақ онымен абайлап қолдандар. Ол прям плотный, бірақ покрытиясы өте жақсы. Кәдімгідей покрасненияны, сондай дақтарды көрсеткізбейді.
Консилерді көзіміздің астына, осы екі ұшына, мұрнымыздың мына жеріне, маңдайымызға, мына жерімізге және өзінің жапқын келетін безеулердің үстіне немесе дақтардың үстіне жақсам болады. Сол бьюти блендерді аламыз да үстінен енді мына консилерді растушевка жасаймыз. Консилерді растушевка істеген кезінде көзіміздің үстінен қабағымызға да растушевка істеуден қорықпаймыз, себебі осы арқылы теніміз жақсы тұратын болады. Сондықтан консилерді прям көзге де қабаққа да өткізіп растушевка істеуге болады. Айтпақшы, қолымдағы бьюти блендер небәрі 500 теңге ма 200 теңге ма солай Каспийдан алуға болады. Сондықтан қатты қымбат алудың қажеті жоқ. Бәрі орта есеппен сапалары бірдей. Бұл бізде пудра, және ол жақта айта кететін нәрсем, егерде терің мен сияқты майлы болса, мына мұрын, маңдай кейіннен майлы болып кететін болса, міндетті түрде пудраны кисточкамен жағу керек. Нәрсем ол мынандай 3 түрлі скульптор, қолдануға өте ыңғайлы. Ішінде 3 нәрсесі болады, яғни пудра, хайлайтер и скульптор. Қазір бәрі мен қалай қолдану жайлы айтамын. Мен көбінде осы пудраны қолданамын, және қазір соны кисточкамен жағамыз. Менде көп майланатын жер ол мұрын, көздің асты, маңдай және көздің үсті де майланады. Сол барлығына осылай пудра жағып шығамыз. Келесі ол бізде скульптор. Оны скулы жасауға, мұрынды кішірейтуге көбінде қолданады. Бірақ мектеп кезінде әсіресе сендерге кеңес етпеймін, себебі скульптор қатты жасты қосады, өздерінде үлкен көрсетеді. Білмеймін, мен ондайды кеңес етпес едім. Жай ғана мұрынды кішкене кішірейтуге болады. Ол үшін жай ғана мына зонамызға кішкене жағып шығамыз. Кішкене ғана, өте қатты жағудың қажеті жоқ. Ал енді хайлайтерді да кеңес етпеймін. Мектепке барынша естественно және айтқанымдай, ешкім сені боянғаныңды тіпті білмеу керек, себебі бұл сенің өзіндік сұлулығың сияқты тұру керек. Және хайлайтер көбінде неестественный сондай блеск қосады, сондықтан кішкене ғана қолдануға кеңес етемін, бірақ қатты кетудің қажеті жоқ. Кішкене алып, мына щекиға қалдырсақ болады, кішкене ғана. Келесі менің сүйікті этабым ол бізде румяна. Румяна кәдімгідей біздің азиаттық терімізге, бетімізге күшті әсер етеді. Білмеймін, маған өзіме қатты ұнайды. Мына жақта мен қолданатын румяна ол просто мынандай, то есть осындай. Және менің жақсы көретін оттенігім ол осындай ярко-розовый. Яғни өзің қалаған румяна таңдасаң болады, қайсы саған жарасады деген таңдап. Және румянаны екі саусақ осылай істейміз да, и мына жаққа жағамыз кішкене ғана. Яғни ол бізге естественный жандай румянец қалдырады. Келесі этап енді көзімізге тоже өте жеңіл макияж жасаймыз. Мен мына жақта осындай қоңыр оттенікті алып, жай ғана көзімнің мына ұштарын ғана бояп шығамын. Келесі ол бізде туш. Алдымен тушты жақпас бұрын біз осындай керлермен қолданамыз. Сол кезінде біздің кірпігіміз жоғарға қарап тұрады. Өте сақ боламыз, себебі осымен кірпікті жұлып алуға әбден мүмкін. Келесі ол туш. Сендерге кеңес ететін туш ол Кабарет. Бағасына сапасы өте сай, маған өзіме ұнайды. Келесі этап ол бізде подводка, яғни стрелки, және ол жақта екі әдісі бар. Біреуі біздің көзіміздің ұшынан кететін, яғни көзіміздің ұшын жалғастыратындай, немесе кірпігімізді жалғастыратындай етіп сызсақ болады. Маған больше кірпікпен сызған ұнайды. Келесі этап ол бізде ерінді алдымен нюдовый, яғни кәдімгі естественный, қатты яркий емес, қызыл қатты кетпейміз. Осындай примерно осындай оттенікті карандаш сатып алсақ болады. Алдымен карандашпен ернімізді полностью бояп шығамыз. На шеттерін, шекараларына абай боламыз.
Все, ердімізді карандашпен, нюдовый оттенокпен бояп шықтық. Енді ішкі жағына кішкене қызыл оттенок қоссақ болады. Вот, бізде осындай еріндер шықты. Енді үстінен өз қалауыңмен білесіп қоссам болады. Жай ғана ешқандай түссіз. Сол кезінде күшті жайнап, әдемілеп жылтырап тұрады. Сонымен бізде осындай естественный, әдемі сенің сұлулығыңды одан сайын көрсететін, ешкім ұрыспайтын керемет макияж шықты. Сонымен, достар, сендер болған мен Ару Асанхан. Менің бұл видеом ұнады деген үміттемін. Лайк басып, осы сияқты қызықты және пайдалы видео күтсең, міндетті түрде менің арнама тіркеліп кет. Пікір жаз және қандай басқа да макияж түрін көрсетейін, немесе басқа да тақырыптарда күтсең, соны міндетті түрде пікірге қалдыр. Сонымен сіздер болған мен Ару Асанхан. Сау бол, сүйдім, пока-пока.